Шәмші Қалдаяқовтың естелігінен. Бір күні үйде отырсам, телефон шылдыр ете қалды. Тұтқасын көтердім. Ар жақтағы дауыс: «Шәке, біз мына Өзбекстандағы Бұхара облысына қарасты Тамды ауылында кілең қазақтар тұрамыз. Райкомның хатшысы да қазақ, райисполком да қазақ, мектебіміз де қазақша, газетіміз де қазақша, бәрі де қазақша. Аудан басшыларының тапсыруы бойынша Алматыға арнайы келдім. Ел жұрт сізбен дидарласуға құмар. Сөздің қысқасы, сізді Тамдыға алып кел деп мені арнайы жіберді». Мен: «Жарайды, бір айдан кейін барайын» дедім. Қандай қабілетті болса да кісінің қонақта жүріп ән шығаруы мүмкін емес. Отырыс болады, шай ішесің, анда-мұнда қыдырасың, әңгімелесесің. Алдын ала ән шығарып баруым керек деп іштей ұйғардым. Машинамен бара жатып ән шығардым. Сөзі жоқ. Тамдыға табаным тиді. Оларға ән шығардым деп айтқан жоқпын, жасырдым. Елді аралап көрейін дедім, араладым. Тамдылық қазақтар ән туа қалса өлеңін Қадыр Мырзалиев жазсын деп өтінді. Алматыға қайтып келдім. Қадырға мән жайды түсіндірдім. Көрмеген білмеген жерім туралы қалай жазам деп ол қарсы болды. Мен қоймадым. Бұл Өзбекстанда жат жұрттық болып жүрген қазақтардың қолқасы дедім. Сен бұған дейін де менің көп әндерімнің сөзін менің айтып түсіндірумен жаздың ғой. Сен ылғи да менің артымнан еріп жүріп жазған жоқсың ғой. Тыңда, Тамды деген 100% қазақтар тұратын аймақ. Бір аңғарғаным, олар қазақтың әдет ғұрып, салт дәстүрі мен ырым-жырымын сол күйі сақтап қалған, қаймағы бұзылмаған. Төңірегінде мынадай жерлер деп географиялық карта сияқты қағазға сызып түсіндіруге тырыстым. Тамдының іргесінде Мыңбұлақ ағып жатыр дегенімде Қадыр жүзі балбұл жанып: «Болды шәке, болды, кілтін таптым» деп қуанып кетті. Отыра қалып қойын дәптеріне бір шумақ өлеңінің нобайын түсірді. Жанарың жас көктемнің жамалындай, жүрегің махаббаттың қамалындай, Тамдының тамылжыған ән шаруы, лебізің таңның уыз самалындай. Ебелектей жел аңсаған, көбелектей гүл аңсаған, келем саған. Сені ойлап құлазыған құлақымдай, заулайды қиял қырдың құланындай. Бұрымың мың бұлақта туған ару, сол жердің 1001 бұлағындай.